Бәріне ассалаумағалейкум достар. Видео басталмастан бұрын каналға жазып басқалармен бөлісе кетеміз. Тарихта көп мемлекеттер болған. Олардың кейбірі өзге жерлерді жаулап алу үшін қару-жарақпен қоса әскерлер де болған. Тарихта ең мықты әскерлер 12. Бірінші Тимур армиясы. Шыңғысханның моңғол армиясына көп жылдардан кейін лидерлік еткен қолбасшы Тимур туы астында жалғыз моңғол армиясы емес, түркілер де жиналған. Бұл негізінде оны жеңілмеуші еткен фактордың бірі еді. Ол өмірі бойынша мақсаттарын әлемді жаулауға тырысқан. Бұл мақсатта ол үшін ешқандай қиын емес еді. Себебі қол астында сол заманның ең күшті армиясы бар еді. Бұл армияның көп бөлігі жаяу әскерлер еді. Бәрі дерлік садақшы бөлімі еді. Оның жанында найзалы мен қылышты бөлімдер жеткілікті. Армияның ең назар аудартатын жағы Дели соғысынан кейін қосқан пілдер еді. Пілдер еш қастында өте көп. Експен болмаса да дұшпанға қорқыныш болып орталықты ыдырату үшін еді. Бұл атушы армия Тимурдың лидерлігі мен әскери данышпандығына сенетін. Үнемі жеңген бұл топ үнемі қолбасшы академиясының бір тез байланыстыруға ие еді. Тез жағында да замандағы басқа армиялардан әдетті болу мақсатымен қиын болмады. Армия арасындағы байланыс үлкен көктік болды. Өте рақат, шын болды. Шайқасқа алдында дұшпанмен соғысқан да көп болған. Бұл армия кенеттен басқа да дұшпандармен таңғалдыра алатын әрекет жасайтын еді. Болған кезінде ат үстінде болған бұл әскерлердің итермелеу һәм жауынгерлікке тең, айрықша ат һәм піл өсірген бұл армия әр есі келген әмірлерге өте болушы еді. Жауынгерлік бәрінен бірінші еді. Жүн өз иесіне берілуді дәстүр еткен. Темір заңдарға қарай армиядағы пілдердің үстінде болған садақшылар міндетті түрде түркі болу керек. Піл бағушылары үнді болу міндетті. Тимур дерлік күллі шайқастарда қалаған орналасқан жерге әкеліп соғысуды пландаған және де орында үлкен қолбасшылар жүйесіне ие болған. Армия қысқа уақытта тез әдіс жасап, армия орнатылған тез өзгеріске алды. Атты әскерлер садақ атысында белгілі қолданып, һәмде шабуылға сәтінде армия орталығына жасайды. Қысқа уақытта міндетті түрде жеңіске жеткен Тимур әскерлері қошалардың әскерлері еді. Бұл әрекетті арқасында көп қаланы қысқа уақытта жаулап алған еді. Заман саны көп қолданған армия дұшпан армиясының қанатын қоршап күйзеліске түсірді. Бұл шеңберлерді қашу арып өту мүмкін еді. Бұған көп уақыт өлім еді, бірақ бұл армияның әлсіз тұсы бар. Тимур екінші Александр Македонский әскері. Александр Македонский және де оның кейтерлері. Александр Македонский бүкіл әлемді сол кездегі ең тиімді армияны көрсетті. Македония империясы қысқа уақыт ішінде Грецияның Үндістанға дейін созылып, бірақ қыркүйек сонымен қатар құрылысы бас текті. Осы мақсатқа жету үшін Македония әскері. Айта кету керек, армияның жас Александр емес, оның әкесі Македонский Пеле құрған. Бірақ кенеттен қайтыс болуына байланысты Александр бәріне дайын болды деп айтуға болады. Бірақ данышпандық қолбасшылық дарындарымен жоққа шығаруға болмайды. Онсыз мұндай жетістіктерге қол жеткізуге болмайды. Македония армиясы негізгі плагенттер немесе петзиттер жаяу әскер болды. Бұл жауынгерлер тереңдігі 18 адамға жететін тығыз қатарларда салынған. Мұндай серия сорғы деп аталды және де бұл плагенттер санының алдымен Македониялардан кейінірек көптеген басып алынған тайпалар мен халықтардан, бірақ негізінде парсылардан құралған 10 000 адамға. Мысалы, Франция тағы бар атты әскер болды. Ол қазірдің өзінде жеңіл отрядтар болды. Олар жақын арада сирек соғысып, әдетте дәріс қолданды. Гректердің атқыштары отрядтары да қолданылған. Әрине,
иттер дәстүрлі түрде көптеген атта болған жоқ. Таулы жоқ, түсінесіз бе? Бірақ Александр олардың санын 1,5 мыңнан 3 мыңға дейін болды. Осындай отрядтарды дайындауға қол жеткізді. Олардың сондай-ақ атты қаруланған Македония қолбасшысы мен грек жалдамалы атқыштары жалданды. Бірақ олардың өз қазір өзінде жеңіл болып қала берді. Және де жеңіл жасақтары болды. Үшінші, Наполеон армиясы. Ұлы армия. Наполеонның өзі оны өршіл деп атады. Оның атын атақты мүмкін 19 ғасырдың басында ең күшті әскери күшке айналды. 1805-1989 жылға дейін ұлы армия бірқатар үлкен жетістіктерге болды және де Француз империясында бүкіл Еуропаға дерлік билік етті. Алайда Ресейге басып кіру кезінде ол соншалықты үлкен шығынға ұшырады. Сондықтан ол өзінің артықшылығын қалпына келтіре алмады. Кейінірек ұлы армия болған әскерлер бастапқыда мұхит жағалауы армиясы немесе жай ағылшын армиясы деп аталады. Өйткені олар 1803 жылдары Британияға басып кіру үшін құрылып, Блон порталарының аумағында орналасты. Тұманды Албанияға жоспарлаған шабуыл ешқашан болған емес. Төртінші, Карфаген армиясы. Ганнибалдың элиталық бөлімшелері. Липон жаяу әскері. Бөлімнің негізінде солтүстік Африкада тұратын фикенциялардан алынды. Жаяу әскерлердің саны 10 мың жауынгер жетті. Типтік құрылыс Плант, Лепосин жаяу әскерлері жеңіл және де ауыр қаруланған жауынгерлерді қамтиды. Қасиетті жасақ. Қасиетті отряд тек Карфаген азаматтары құрылған. Оның құрамына жаяу әскерде атқыштар да кіреді. Отрядтар нақты саны белгісіз. Бесінші, Шотландия корольдік полкі немесе Шотландия гвардиясы. Британия корольдік гвардиясының құрамындағы британдық армияның жаяу әскер полкі. Атауынан көрініп тұрғандай оған шотландықтар кіреді. Олардың киімдеріне қатарында 3 түйме тігілетіндермен ерекшеленеді. Шотландия гвардиясы көптеген жылдары бойы тәжге адал қызмет етті. Ол 1642 жылы Шарльз бірінің жүзге күзетшісі ретінде құрылғаннан бері 1642 жылдың наурызында Карл Альгиштің алғашқы маркизі Арчибальдың бұйрық шығарды. Оған 1500 жыл адамнан тұратын шотландық субъектілердің патша полкын құруға тапсырды. 1645 жылы қысқа уақыттан басқа полк 1642 жылдан 1649 жылға дейін Ирландия орналасқан сол ағылшын парламенттік қарулы күштерімен күресуге бағытталған. Чарльз II Шотланд армиясының құрамында Шотландияға оралғаннан дейін 1651 жылға дейін Бристоль шайқасынан кейін Карл Еуропаға қашуға мәжбүр болды және де Кармогөл полктарын таратуды бұйырды. Кладебия бригадасы, сонымен қатар Калифорниядағы бригадасы, ақш азаматтық соғыс кезінде одақ армиясының бригадасы. Ол негізінен Филадельфия, Пенсильвания, Лимоник және де Бидрот округінің сарбаздары қызмет еткен 106-шы полктың қосылмаған құрылды. Бригада Потомок армиясы құрамында шығыс ұрыс театрында соғыс бірнеше ірі шайқастарға қатысты. Атап айтқанда Энтним, Педреберик, Геспорик және де Оттуорктың науқанының кезінде бригада 3-ші Геттисбург шайқасында британдықтың шабуылына тойтарыс беруімен танымал болды. Бригаданың бір бөлігі 1864 жылы маусымда таратылды, бір бөлігі басқа бригадаға қосылды. Жаяу әскері немесе каролиналар шамамен 1660 жылдан 1721 жылға дейін швед патшалары Карл 11 және де Шарльз 12 ретінде қызмет еткен таңдаулы әскери экспедициялық корпус. 1680 жылды Карл 11 бірқатар саяси және де әскери реформалар жүргізіп өзінің автократ етті. Оның ең үлкен реформасы әр жердегі барлық премиеттерді тәжік толық қару-жарақ пен киім-кешек пен 100 мың ер адамнан тұратын полкпен қамтамасыз ету керек болатын надел жүйесінің құрылысы болды. Әр бөлім тамырларын бөлді. 5 фермер тамыр құрып, сарбаздарды қамтамасыз етті. Тәжімен келісімге қол қойды. Келісім шартта әскери қызметші үй және де бақша учаскесімен қамтамасыз етілмеді айтылды. Осылай 8-6 контрунд полкі 1775 жылдың 1 мамырында Контукент штатының Ньюа
Хейван қаласындағы континентті армия 3-ші провинциялық полк ретінде көтерілді. Содан кейін ол 1776 жылдың 1 қаңтарында 10-ші континенттің полкымен және де 1777 жылдың 1 қаңтарында континент сызығының полкымен 6-ші континентпен белгіленді. Полк Бастонды қоршауға шайқастарында, Леона Английдің шайқасында және де Нью-Йорк жорығына қатысты. Ал онымен полковниктің мен жеңіл жаяу әскер ротасы Стон Пойнт шайқасы жеңіл жаяу әскер корпусының қызмет етті. Полк 1783 жылдың 1 қаңтарында Нью-Йорктегі Вест Пойнт контының 1 полкіне біріктірілді. 1783 жылдың 16 қарашасында таратылды. 9. Салахаддин армиясы. Шығыстағы ең жақсы армия қалай соғысқан? Жер жауының атқыштарының тұрақтарының астында жылданды. Шаң көкке көтерілді. Осылайша ислам шежірелері шығыстағы кресшілермен соғысуға біріктірілген. Салахаддиннің үлкен армиясы жорығын сипаттайды. Сұлтан нөлден бастап мұсылман әлемінің армиясын құрды және де оның қасиетті соғыс құрамында айналдырды. Асабия Мысыр мен Сириядағы билікті басып алып, Салахаддин бұрынғы билеушілердің мысырлық Фатимилер мен сириялық Нураддиннің таратып жіберді. Әскер Мысырдағы сунниттердің официялық корпусын 600 мың селжұқтан, 200 мың күрттен және де 500 мың түріктен тұратын. Оның айналасында Салахаддин оған жеке өзі берілген үлкен армия құрды. 10. Қара гусарлар өлім басы. Фирусиялық қара гусарлар немесе өлім гусарлары туралы алғашқы ескерту Фредерик II дәуірінде жатты. Оның қарамағындағы 1 және де 3 гусар полктері негізінен 5 гусар полктері құрылды. Қара гусар формасының стилі венгр үлгісіне сәйкес келді. Полк ақ және де қызыл бөлімшектерді бар қара түсті форма алды. Ал әйгілі эмблема бөлім басы сүйектердегі бар бас сүйек австриялық пендролардан алынды. Бұл өлімге дайын екендігі білдірді. Кейінірек өздерінің теңдессіз ерлігі туралы мәлімдегісі келген басқа бөлімшелерде осы эмблеманы көрші пішіммен әшекейледі. Ерекше түсі кездейсоқ таңдалмады, барлық көрсетілген. 1 жыл бұрын патшаның әкесі Фредерик Уильям I қайтыс болды. Ол жауынгер патша деген лақап атқа еге болды. Табыт қара барқыт жамылғанмен жабылған, осы сүйекті бар күміс жіппен өрілген. Сонымен қатар қара және де ақ Перусия патшалары қабылдаған Кесарилер әулетінің жалпы гүлдері болды. Сонымен олардың қарапайым қарым-қатынастары болмаған. Әкесін еске алу үшін Фредерик II өзінің танымал атқыштарын құрды. Олар патшаға да бүкіл Перусияға да даңқ бер әкелді. 1745 жылдың 22 мамырында полковник Улиптің басшылығымен нацистік австрикалық әскерлерімен шайқастарға қатысты. 1745 жылдың 4 маусымында Хайвориктің полкі Онят отрядпен 11. Спахи Осман империясының ауыр атқышты және де түрік армиясының еуропалық рыцарьлардың бір түрі болды. Ол 18 ғасырдың ортасына дейін оның негізгі соққы күші болды. Бәрбір жер телімі Тимар бір атты әскердің Спахиді қаруландыруға мәжбүр болды. Тимарлар ең ұсақ феодалдық меншік болды. Иелері ірі имени облизиясы снаряд өзінің бірнеше ат спорты қызметтерін көрсету. Сонымен қатар тек түркі тектес феодалдар Тимырға ғана емес ие болды. Алмады. Жаулап алынған Балқан аумақтарында жер учаскелерінің бұрынғы иелері империялық армияда қызмет еткен жағдайда өз жерлерін сақтап қалды. Бір қызығы, исламды қабылдау олар үшін міндетті шарт болған жоқ. Ал салыстыра отырып олардың арасында керемет айырмашылықтар болған атап өткен жөн. Спахилердің жер учаскелері олардың толық меншігі болған жоқ. Мемлекет әрқашан әскердегі қызмет үшін алған тимарларды феодалдан айыра алды.
19 ғасырдың басында сыпақидың саны 40 мыңға жетті. 16 ғасырда Осман империясы экономикалық апатқа ұшыраған кезде феодалдық атқыштар мөлшерден шамамен 2 есе азайды. Олар қылышпен, таяқпен немесе балтамен, садақпен және де жебемен қаруланған. Ең танымал қорғаныс 16 ғасырда сақиналы ламеды қырғыш болды. Орта ғасырлардағы жылқы да бұрауынды алды. Сыпақилер өздерінің ақшалы үшін жабдықтар мен қару-жарақтарын сатып алғандықтан олардың қару-жарақ деңгейі жер учаскелері түсетін табыс деңгейі толығымен байланысты болды. 12. Қазақ хандығы армиясы. Қазақ хандығының әскери ұйымы айқын болды. Оның өкілдерінен тұратын милиция болды. Барлығы жоғарғы бас қолбасшы ханға бағынды. Хандықты жауынгерлерді жинауға арналған арнайы мекемелер болған жоқ. Бірақ жауынгерлерді жұмылдыру және де милиция құру үшін дамыған механизм болды. Хан соғыс жарияланғанға кейін батырлар мен ру билеушілері өз киіз үйінің жанында рулардың жауынгерлік туын тігеді. Сол сағат барлық түрі оның Смичел, Боружица және де Гонс Летели бір ауылды ұстап қолында байрағы ауылға олар аттан ал. Бұл айқай кез келген қазақ ер-азамат басқыншылыққа арналған сиқырлы кодтардың бірі. Дәл осы айқынды астында қазақ қару ұстап киіз үйдің жанында тұратын атқа отырды және де айқай бағынған секірді. Осылайша барлық жауынгерлер қабілетті ер адамдарды тез арада ортақ банкерге жинады. Абылай хан қазақ жасағын тұрақты әскери қатарында алу үшін көп күш жұмсады. Абылай ханның әскери стратегиялық сәйкес жылжымалы жақсы оқытылған әскери бөлімше. Ұлы хан ұлыны Төлеңгітовқа үлкен рөл берген. Ханның қарамағында бірнеше мың жасақ дайындалған. Қарулы төлеңгіттер болды. Қазақ әскерлерінің құрамында төлеңгіттер жеке жауынгерлік билікті құрады.